Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз американдық құймақтың бір түрі панкейкті дайындаймыз. Олар өте оңай дайындалады. Таңғы асқа әртүрлі жемістермен, соустармен, балдармен беріледі. Керек заттарды видеоның астына толық жазып кетемін. Барлығынан 25 дана панкейк шығады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Оған керек өнімдер: ұн, ашыған сүт, тұз, жұмыртқа, қант, өсімдік майы және сода. Ең алдымен жұмыртқаны жарып аламыз ыдысымызға. Осыған қантты қосамыз, шым-шым тұзды және жақсылап араластырамыз. Венчикпен де, қолды миксермен де араластырсаңыз болады. Мен вилкамен араластырамын. Енді осыған өсімдік майы құямын және сүтті құямын. Сүтіміз ашыған болу керек. Сол кезде біздің панкейктеріміз биік болып көтеріледі. Ұнға ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің сұйықтыққа ұнды шетінен кішкенеден салып араластырамыз. Қамырымызды араластырып алдық. Көп араластырмаңыз, ішінен көмірқышқы газы шығып кетеді. Осындай қамыр болып шығады. Не қою емес, не сұйық емес. Енді бұны 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз жақсы болады. Қамыр кішкене дем алады. Содан кейін оны пісірген кезде ол үлкен болып көтеріледі. Панкейктарды арнайы құймақтың табасына немесе бетінде антипригарный покрытиясы бар табаға жасауға болады. Осылай бір ас қасық көлемінде қызып тұрған табаға саламыз. Табамыз орташа оттан кішкене үлкенірек болу керек. Қатты ыстық болса табаңыз, панкейктің ортасы піспей қалады. Бірдей көлемде осылай ас қасықпен құйып шығамыз. Одан кейін беті осылай тесіліп көпіршіктене бастаған кезде екінші жағына аударамыз. Екінші жағына аударғанда қараңыздар, беті қалай әдемі болып түскен. Одан кейін ол 2 есе ұлғаяды. Міне бізде дайын болды мына панкейк. Қараңыздар, қалай биік болып көтеріліп піскен. Екінші жағын көрсетейін. Енді бұл панкейк дайын бізде. Міне панкейктер дайын болды. Олар өте оңай және тез дайындалады. Қарапайым өнімдерден тұрады. Томпақ, биік болып шығады. Балаларға өте таптырмас тағам болып табылады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде сізге жаңа рецепттің хабарламасы келіп тұрады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Еңбегімді бағалап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.